Қайырлы күн 10-шы сынып оқушылары. Біз қазір ТЖБ тапсырмаларын қарастыратын боламыз. Әдеттегідей Teams бағдарламасында задание бөлімінде орналасқан. Бұл задание бөлімінде ТЖБ тапсырмаларын көру үшін міндетті түрде мектептен берілген логин парольдерімен кіресіңдер. Міне, задание бөліміне өтсеңдер, ТЖБ тапсырмасы 10-шы сынып деп тұр. Уақыты 10:15-те басталып, 10:55-те жабылады. 40 минут беріледі балалар. Міне, ашамыз. Microsoft формада берілген тапсырмаларды ашамыз. Жалпы 10 сұрақтан 20 балдан тұрады. Алдыңғыдай балалар бір оқушы бір рет қана орындап жібере алады. Бір реттен кейін сендерге орындауға доступ болмай қалады. Міне, ескертуді оқимыз. Одан ары қарай бірінші сұрағымыз. Мұнда А пікірі 1, Б пікірі 0, С пікірі 1 болады балалар. Мәндері, осы пікірлердің мәндері бойынша бірінші, екінші, үшінші логикалық операциялардың мәнін табамыз. Яғни біріншіден ақиқат шыға ма, жалған шыға ма, ақиқат шыға ма, жалған шыға ма. Соған қарай, мысалы, біріншіден ақиқат шықса, осы ақиқат бірінші жерде тұрады. Ал егерде жоқ біріншіден жалған шығатын болса, былай жылжытып алып кеп қоямыз. Осылай жылжыту арқылы мынау үш берілген операциялардың мәнін рет-ретімен орналастырамыз. Ары қарай төмендегі функция қай құрылғыға тән. Клиент серверді өттік, сол бойынша мынау есепті орындап, жауабын анықтап, нәтижені ұсынады. Қайсысы ұсынады, сервер ма, клиент па? Бір жауапты ғана белгілейміз. Төменде берілген ондық санау жүйесіндегі санның екілік санау жүйесіндегі мәнін табыңыз. Есептейміз. 284 санын екілік санау жүйесіне ауыстырамыз. Қайсы нұсқа дұрыс, соны белгілейміз. Компьютерлік желілердің түрлерін жазыңыз. Біз компьютерлік желінің неше түрі бар екенін әрқайсысын талдадық, балалар. Міне былай үтір арқылы сол түрлердің барлығын жазасыңдар. Ары қарай жүйеге тіркелген қолданушыны тек өзіне тән жеке деректерді енгізуі, бұл идентификация ма, аутентификация процесі ма? Белгілейміз екеуінің біреуін. Биометрикалық сәйкестендіру әдістерін белгілеңіз. Қайсысы жатады биометрикалыққа? Бұл жерде бірнеше дұрыс жауап бар балалар, міне. Бірнеше дұрыс жауапты қайсысы жатады, солынша белгілейміз. Төменде берілген санның ондық санау жүйесіндегі мәнін табыңыз. Міне 16-лық санау жүйесінде А5, 3 деген сан берілген. Ондыққа ауыстырасыңдар. Қайсысы дұрыс, соны белгілейміз. Енгізілген идентификаторды мынаны оқимыз. Осы процесс, қайсы процесс? Идентификация ма, аутентификация ма? Белгілейміз. Мұнда сыртқы IP адрес. Бұл не? Ақ IP адрес па, динамикалық па, статикалық па? Стрелканы басамыз, тағы шығады. Тұрақсыз IP адрес. Ақ IP адрес па, қайсысы? Міне белгілейміз біреуін. Осылай 3 стрелканы да ашып, сәйкесін белгілеп шығамыз. Ең соңғы сұрақ, төменде берілген санның ондық санау жүйесіндегі мәнін жазыңыз. 434, яғни 434 деген 8-дік санау жүйесіндегі санды есептеп, ондық санау жүйесіне айналдырып, мұнда жазамыз. Қандай сан шығады? Міне төменде 10 деген шығу үшін мынаны бассаңдар болады. Барлығын орындап болғаннан кейін отправить батырмасын басамыз. Маған жауаптарын келіп түседі. Барлығыңа сәттілік, балалар. Мұқият барлығын дұрыстап орындаймыз.